Армысыздар. Мен Крупская атындағы орта мектебінің 9 сынып оқушысы Ержанұлы Рамазан. Бүгінгі жобамның тақырыбы отаным қасиетті туған жерім. Жобамның мақсаты бұл шығарма арқылы туған жерім Шалабай ауылының қасиеттілігін және оның табиғаты мен тарихын сипаттау. Өзімнің оған деген сүйіспеншілігімді білдіруді мақсат етемін. Әр адамның жүрегі туған жеріне деген ерекше махаббат бар. Ал мен үшін Шалабай ең қымбат мекен. Отан әр адамның кіндік қаны тамған жері. Оның өскен, өнген, алғашқы қадам басқан қасиетті мекен. Мен үшін отан Қазақстан, ал оның ішіндегі ең қымбат жер ол Шалабай ауылы. Бұл ауыл менің ата-бабамның мекені, менің балалық шағымның мекені. Менің болашағым басталған қасиетті топырақ. Және де бұл жобада мен сіздерді Шалабай ауылының халқы, мәдениеті, өмірі, әлеуметтік жағдайы, табиғаты, көрікті жерлері және мақтаныштарымен таныстырамын. Шалабайдың халқы, Шалабай ауылының халқы шағын болғанымен олар өте еңбекқор және қонақжай. Ауыл тұрғындарының негізгі кәсібі мал шаруашылығы және егіншілік. Шалабайлықтар ғасырлар бойы өз жерін өңдеп, мал өсірумен айналысуда. Және де салт дәстүрлеріне келетін болсақ, ауыл тұрғындарының салт дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары бай және алуан түрлі. Шалабайдың мәдени өмірі. Шалабайлықтар өздерінің мәдени мұрасын сақтап, оны дамытуға үлкен мән береді. Ауылда түрлі мерекелер мен іс-шаралар өткізіліп, оған барлық тұрғындар белсене қатысады. Мектеп пен кітапхана ауылдың білім мен мәдениеттің негізгі ошақтары болып табылады. Шалабайдың әлеуметтік жағдайы. Ауылда медициналық қызметтер мен инфрақұрылым дамып келеді. Жолдар салынып, көлік қатынастары жақсарды. Байланыс қызметтері де дамыған. Тұрғындар телефон және интернет арқылы бар әлеммен байланыса алады. Шалабайдың көрікті жерлеріне тұрақталатын болсақ, ауыл табиғаты көркем және ерекше. Маңайында өзендер, таулар, кең жайылымдар және жасыл алқаптар өте көп. Бұл табиғи байлықтар ауылдың басты ерекшелігі болып табылады. Шалабай ауылының мал шаруашылығына тұрақталатын болса, ауылда мал шаруашылығы дамыған және де асыл тұқымды ірі қара малдар шаруашылығы. Табиғат ауылдың байлығы. Шалабай ауылы табиғатымен де ерекше. Оның маңында көк шалғын жайылымдар, таза бұлақтар мен өзендер ағып жатыр. Ауаның тазалығы, аспанның ашықтығы ауылға ерекше көрік береді. Қорытындылай келе, әрбір азамат өзінің туған жерін көркейтуге, дамытуға үлес қосуы керек. Мен туған жерімді мақтан тұтамын. Туған жер әр адамның жүрегінде ерекше орын алады. Мен үшін Шалабай ауылы өте қасиетті мекен. Назарларыңызға рахмет.